Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ханымның жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін бізге картошка, асқабақ, ет, пияз және қойдың құйрық майы керек болады. Қойдың құйрық майын мен холодильникке салып қатырып қойғанмын. Енді картошканы 4 бұрышты етіп, кубиктеп турап шығамыз. Асқабақты да дәл осылай кубик қылып турап шығамыз. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан оны үлкенде ыдысқа барлығын салдым. Себебі араластырғанда жақсы аралассын деп үлкен ыдысқа салдым. Осылай картошка менен асқабақты да турап бір ыдысқа салып, оның бәрін бетіне салып араластыра беруге болады. Дәл осылай пиязды да 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Етті де тура осылай 4 бұрышты етіп турап шығасыздар. Менде жылқының еті, қалаған еттеріңізді қоссаңыздар болады, қойдың, сиырдың еті. Бірақ егер құйрық май қоспаймын десеңіздер, онда майлы еттен қосуларыңызға болады. Менің етімнің майы аз болғандықтан құйрық май қостым. Және сарымсақты да осылай майдалап турап, оны да үстіне саламыз. Және ханымның дәмі кірсін деген мақсатта осындай қойдың құйрық майын турап, оны да бетіне қостым. Және оның бетіне қара бұрыш, дәміне қарай және тұз салып, бір келкі етіп, оны араластырып шығамыз. Осылай астын үстіне қаратып, барлығын бір тегіс қылып араластырып шығамыз. Және оны қойып қоямыз, өз-өзіне сіңіп, дәмі шыққанша. Енді қамыр илеуге келейік. Қамыр илеу үшін мен бір манта баркының 4 листына жасау үшін, ол үшін мен осы пиалайға өлшеп, толтырып 2 пиалай құямын. Себебі бұдан кішкентай 4 суала қамыр шығады. Осылай 2 пиалай суды толтырып құямын да, жұмсақ емес, қатты емес, орташа көлемде қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осыны осылай бірдей көлемде 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөліп, оны дөңгелек етіп, зуала қамыр жасап қоямыз. Міне осы видеодағыдай бірдей қылып 4 бөлікке бөліп, 4 зуала жасаймыз. Және оны қалған 3 зуаласын ыдысқа салып, бетін жауып қойып қоямыз да, қалған 1 зуаласын жайып шығамыз. Жұмсақ, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қылып, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Жайып болған қамырымыздың үстіне осылай сары майды жағып, оның бетіне тураған салмамызды жайып шығамыз да, оның қамырдың шетінен бастап, оның үстін орап шығамыз. Міне осылай листің бетіне қойып, мантаваркеге саламыз да, газды жағып, ханымды пісіреміз.
Міне біздің қанымыз да дайын. Қаным негізі 45 минутта піседі. Қанымыз дайын. Қазір оны кесіп ыдысқа салатын боламыз. Міне қанымыз да дайын болды. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер.